Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ачма булочкасының қарапайым ғана рецептісін ұсынатын боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым ғана заттардан тұрады. Соған қарамастан өте жұмсақ, дәмді болып шығатын осы булочканың жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осы каналымда тағы да неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдыменен құрғақ ыдысымызға бір түйір жұмыртқамызды жарып саламыз. Ал екінші жұмыртқамыздың тек қана ағын саламыз, сарысын булочкамыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Жұмыртқамыздың үстіне жарты шай қасық ас тұзын салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне қантымызды салып араластырамыз. Қантымыз еріген кезде қаймағымызды салып араластырамыз. Енді масымыздың үстіне 1,5 шай қасық құрғақ ашытқымыздан салып, ашытқымыз ерігенге шейін жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз үстіне. Суымызды құямыз. Суымыз бөлме температурасынан сәл-пәл жылы болу керек. Жақсылап араластырып алғаннан кейін енді үстіне 1 шай қасық табиғи балымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Балымыз әбден толық еру керек. Өлшеп алған ұнымыздың барлығын бірден салып жібермей, ситыдан өткізіп тұрып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Дайын болған қамырымыз осындай жұмсақ, эластичный болып шығу керек. Қамырымызды салфан қалтаға салып, не болмаса бетін жауып, көтерілуге алып қоямыз. Көтерілген қамырымызды қайтарып 2 рет илейміз. Дайын болған қамырымызды столымыздың үстіне алып, астына ұн сеуіп, оқтауменен қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз өте қатты жұқа болып кетпеу керек. Қамырымызды жайып алдық. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Өте қатты жұқа да емес, қалың да болмау керек. Енді үстіне бөлме температурасында жібіп тұрған сары майымызды қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Сары майымызды осылай қолымызбенен барлық жеріне тегістеп жағып алғаннан соң, қамырымызды беттестіріп бүктеп аламыз. Шаршы қылып бүктеп алған қамырымызды енді үстінен оқтауменен осылай жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды пышақпенен осылай лента қылып кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп алдық.
ортасы осындай қатпарлы болып шығады. Енді қолымызбенен екі жаққа айналдырып, жгут сияқты қылып, екі басын біріктіріп, ашмамызды формалап аламыз. Егер де ашмаларымыздың формасының үлкендігі ұнамаса, онда лентаны екіге бөліп, екі ашма шығаруға болады. Ашмаларымызды формалап алдық. Алып қалған жұмыртқамыздың сарысын үстіне біраз қасық сүт құйып, беттеріне жағып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын бір емес екі рет жақсаңыздар, сол кезде ашмаларыңыз өте қып-қызыл, әдемі болып пісіп шығады. Мінекей қатпарлы ашмаларымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі қатпарлы, әрі жұмсақ болып шықты. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Жасалу жолы оңай, өте қарапайым рецепті. Қарапайым ғана заттардан тұрады. Егер де осы видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, ұмытпай тұрып қоңырау шанында баса кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріп кеткендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ең қарапайым дайындалатын круассанның жасалу жолынан бөлісетін боламын. Круассандарымыз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Дәл осы рецептімен дайындасаңыздар, сіздерде де осындай круассандар шығады. Осы видео рецепті көңілдеріңізден шықса, видеоның соңында лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдыра кеттіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта мен жаңадан шығатын рецептілерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында ұмытпай баса кетіңіздер. Круассандарымыздың жұмсақ болып шығу қамырына байланысты. Алдыменен қамырымызды елемес бұрын аштығымызды дайындап аламыз. Дәл осылай ашытып еленген қамырымыз әдемі көтеріледі. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүтпенен суымыздың екеуін бірдей мөлшерде аламыз. Сүттен кейін қантымызды саламыз. Қантымыз ергенше тағы да венчикпенен араластырып аламыз. Сүтіміз бен суымыздың үстіне құрғақ аштығымызды саламыз. Аштығымыз әбден ергенше венчикпенен жақсылап араластырып аламыз. Екі ас қасық иіссіз сұйық майымызды құямыз. Екі жұмыртқа пайдаланамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, сарысын круассандарымыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Ағын ғана құямыз. Ал екінші жұмыртқамызды бүтіндей салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Аштығымыздың бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Аштығымыз дайын болды. Қамырымызды осындай жақсы көтерілген аштығымен илейміз. Қамыр илейтін ұнымызды алдын ала өлшеп, бір рет ситадан өткізіп қойғанмын. Енді екінші мәрте тағы да
Ашытқымыздың үстіне осылай сетадан өткізіп саламыз. Барлығын бірден салмай, біртіндеп салып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы біріккен кезде соңғы ұнымызды салып, енді қолымызбенен 6 минуттай қамырымыз әбден біріккенше осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз жұмсақ әрі осындай жылтыр болып шығу керек. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды 2 рет қайтарып илеп, басып қоямыз. 3-ші рет көтерілген кезде круассандарымызды дайындаймыз. Қамырымыз 3-ші рет көтерілді. Осындай болып көтерілу керек. Қамырымызды енді столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, илеп аламыз. Алдымен 2-ге бөліп, тағы да бірнеше бөліктерге бөлеміз. 10, не болмаса 12 күлше шығу керек. Күлшелеп алған қамырларымызды кеуіп қалмас үшін үстінен осындай сүлгімен жауып, шетінен алып отырып, оқтауменен жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды өте қатты жұқа қылмай, 3 мм шамасындай қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасына ұн сеуіп қоямыз. Күлшелеріміздің барлығын жайып алдық. Енді бөлме температурасында жылып тұрған сары майымыздан 1 шай қасық толмаған сары май салып, тегістеп жағып шығамыз. Екінші күлшемізді осы күлшеміздің бетіне беттестіріп жайып саламыз. Оның да бетіне тағы да осындай сары май салып жағып шығамыз. Тек ең соңғы күлшеміздің бетіне ғана сары майымызды жақпаймыз. Круассандарыңыздың өте үлкен болғанын қаласаңыздар, 12 күлшелеріңізді осылай бірден жасайсыздар. Ал егер мен сияқты өте үлкенін қаламасаңыздар, алтау-алтаудан бөліп жасайсыздар. Күлшелерімді 6-6-дан 2-ге бөліп алдым. Барлығының арасына май жапшыдым. Тек соңғы бетіне ғана май жақпаймыз. Арасы осындай болып шығады. Екінші бөлігін кеуіп қалмас үшін бетіне сүлгі жауып алып қоямыз. Мына күлшеміздің бетіне кішкене ұн сеуіп, оқтауменен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Пышақпенен 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлген бөлігімізді бірнеше бөлшекке бөлеміз. Ораған кезде көлемді болып шығу үшін шетін осылай пышақпенен кесіп шығамыз. Салмасына өздеріңіз қалаған тосап болсын, вареный сгущенка болсын сала бересіздер. Қалауларыңызға байланысты. Мен шоколад салып жатырмын. Бүктеген кезде осылай салып, қолымызбен шиыршықтап, созып отырып ораймыз. Дайын болған круассандарымызды противеньге арасын жиылмай осылай дізіп саламыз. Бетін салафанмен жауып, көтерілуге 6-7 минутке қойып қоямыз. Екінші күлшемізді де дәл осылай дайындап аламыз. Круассандарымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызға саламыз. Круассандарымыздың ортасы да қатпарлы әрі жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын.
Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде сүттен жасалынатын тәтті ұлттық десертіміздің бірі тәтті ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын жанда қоңыраушағында басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал егер де видео сіздің көңіліңізден шықса, қазақ тілді контентті қолдап, лайкыңызды да баса кетіңіз. Ірімшігімізді осындай табаны қалың ыдыста қайнатамыз. Ірімшігімізді қайнату үшін қолдың 3 литр сүтін алдым, сиырдың сүтін. Піскен-піспеген маңызды емес, сонымен бірге жарты литр қатық, не болмаса айран алыңыздар, бірақ айрандарыңыз қышқыл болмау керек. Не болмаса дүкен сөрелерінде сатылатын құрғақ аштығында пайдалансаңыздар да болады. Ыдысымызға 3 литр сүтімізді құйып аламыз. Құйып алып отқа қоямыз. Астындағы отын қатты жібермей, қайнауға жеткізбей сүтімізді ысытамыз. Сүтімізді отқа қойғаннан кейін бетіне кілегейден қаймағы тұра бастайды. Бұл сүтіміздің ысығаны. Сүтімізді араластырып жіберіп, үстіне қатығымызды құйып, араластырып, сүтіміздің тасып кетпеуін қадағалап тұрамыз. Бірнеше минуттан соң сүтіміз іріп, осындай қатқылдау масса пайда болады. Қалақшамен бассаңыздар, кәдімгідей қатқылдау және суынан бөлінді. Бұл ірімшігіміздің судан бөлінуі. Енді астындағы отын кішкене ғана ашыңқырап, ешқандай қалақшамен араластырмай, тек қана осылай басып тұрып, қасында тұрып, 6-7 минуттай қайнатамыз. Арасында осылай тек басып қойып тұрамыз. Ірімшігімізді суына батырып тұрамыз. Әлсін батырып тұрамыз. Он шақты минут қайнағаннан соң қолымыздағы қалақшамызбенен ірімшігімізді 4-ке бөлеміз. Астындағы отын басып, қайнауды жалғастырамыз. 20 минуттай қайнағаннан соң ірімшігіміз тағы да қатқылданып формасын жақсы ұстай бастайды. Осы кезде ірімшігімізді аударамыз. Аударып, екінші бетін қайнатамыз. Осылай арасында әрбір 15 минут сайын аударып, қайнатуды жалғастыра береміз. Дәл осылай қайнаған ірімшігіміз сап-сары әрі біркелкі болып шығады. Ірімшігіміздің жасалу жолы оңай болғанменен, дайындалу жолы ұзақ процесс. Бабымен қайнаған ірімшік 2 сағат молынан қайнайды. 1 сағат қайнағаннан кейін 250 грамм қант саламыз. Қайнатуды жалғастырамыз. Ірімшігіміз дайын бола бастаған кезде түсі сарғайып қызара бастайды. 2 сағат толық қайнаған ірімшігіміз дайын болды. Енді бойындағы суын сарқу үшін ситыға салып сүзіп аламыз. Сары суымызды да тастамаймыз. Бұдан да тәтті кәмпит жасаймыз. Бұрынғы әжелеріміз, аналарымыз көктемде осындай уақытта сүттің мол уақытысында ірімшікті көбірек қайнатып, кептіріп қысқа сақтайтын болған. Өздеріңіз көріп отырғандай, қолдың үстінен табиғи қатықпенен ұйытып, табиғи күйінде ірімшік қайнатып алдық. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Дәл осылай етіп сіздер де үйде қайнатып алыңыздар. Үлкенге де кішіге де ұнайтыны сөзсіз, өте тәтті болып шыққан. Енді 3 литр сүтімізден қанша ірімшік шыққанын өлшеп көрейік. Жалпы салмағы 715 грамм шықты. Таза салмағы 700 граммға қоямыз. Ірімшіктеріңізді жұмсақ күйінде жегілеріңіз келсе, осындай контейнерлерге салып, тоңазытқышқа қасық қойып сақтасаңыздар болады. Не болмаса, қағаз майлықтарға салып, кептіріп алыңыздар.
мінекей ұлттық тәттіміздің бірі сары ірімшігіміз дайын болды. Видеоның соңына дейін қарап, көңіл бөліп, лайк басып кеткендер үшін көп-көп рахмет. Менің келесі видеомда аман есен кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде бұрыннан бәрімізге таныс рецептінің бірі қиярды қызанақ сөлінде маринадтап сақтаудың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті өте қарапайым әрі қолжетімді, оңай дайындалады. Қыстың күні өте дәмді, тәбет ашатын салаттың бірі. Дайындалу жолы да оңай. Бар болғаны қызанақ пенен қиярыңыз болса, сарымсағыңыз болса, оп-оңай ғана осылай қысқа салат дайындай аласыз. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, менің арнамда тағда шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында баса отырыңыздар. Салатымызға керек болады қызанақ, қияр. Қиярымыздың формасына қарамаймыз. Ірілі ұсақты болса да ала береміз. Бірақ сарғайып кеткендері жарамайды. Сонымен бірге 2 бас сарымсақ, 2 түйір ащы бұрыш алдым. Егер ащы болғанын қаламасаңыздар, бірақ түйірін алыңыздар. Ал қызанақтың барынша еттілеу сортынан аламыз. Алдыменен қызанағымыздан бастаймыз. Жуып тазартылған қызанақтарымыздың түбін кесіп тастап, ыдысқа осылай бөлшектеп турап аламыз. Осыдан кейін ыдысыменен отқа қойып, астындағы отын қатты ашпай, орта отта қызанағымыздан су бөлінгенге шейін 4-5 минут қана қайнатамыз. Ұзақ қайнатпаймыз. Қызанағымызды бір қайнатып қойдық. Енді қиярымызды дайындап аламыз. Қиярымызды өте қатты шұқаламай, осылай дөңгелектеп турап аламыз. Ащы бұрышымыздың түбін кесіп тастап, жіңішкелеп тураймыз. Сарымсағымызды да шұқа етіп турап аламыз. Суып тұрған қызанағымызды блендерменен біркелкі массы болғанға шейін осылай жақсылап езіп аламыз. Осындай қоймалжың томат соусы шығады. Енді осының үстіне 1,5 ас қасық ас тұзын саламыз. 3 ас қасық қант саламыз. Турап қойған ащы бұрышымызбенен сарымсағымызды саламыз. Түйір қара бұрыш менде майда, сондықтан да көз жобамен 2 шай қасық шамасында саламын. Қантымызбенен тұзымызды осылай былғап ертіп алып, ыдысымызды отқа қоямыз. Соусымыз бір қайнағаннан кейін үстіне қиярымызды саламыз. Бес минут толық қайнаған салатымыздың үстіне 1,5 ас қасық сірке суын құямыз. Араластырып дәмін көреміз. Менде тұзы кемдеу екен. 1/2 ас қасық ас тұзын салдым. Араластырып осылай 10 минут толық қайнатамыз, қақпағы ашық күйінде. Қайнау барысында бетіне көбік шығады, көбігін алып тастап тұрамыз. Дайын болған қиярымыздың түсі өзгереді. Қоңыр қайтарса, қиярымыздың дайын болғаны.
Мінекей салатымыз дайын болды. Дайын болған кезде қиярымыздың түсі осындай қоңырқай тартып өзгереді. Кейбір қыз келіншектер жарты сағаттап қайнатып жатады. Олай етудің қажеті жоқ. Бар болғаны толық 15 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Дайын болған салатымызды оттан алып, алдын ала залалсыздандырып қойған банкаларымызға құйып, қақпағын мықтап бекітіп, столдың үстінде осылай арлы-берлі аунатып, дұрыс жабылған, жабылмаған тексеріп алғаннан соң, өзімізге ыңғайлы жерімізге апарып төңкеріп, үстін жылы жауып, әбден суығанға шейін 2-3 күнге қойып қоямыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер, сізге ұнайды деп ойлаймын. Рецепті жылда жасайтын рецепті, сондықтан да қорықпай жасай беріңіздер. Атылмайды ешқандай. Қыстың күні керемет дәмді салаттың бірі. Қиярын бұлайынша жеп, ал шырынын кішкене қайнаған су құйып, шырын ретінде де іше беруге болады. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз ұмытпай тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда тағы да түрлі рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ендеше видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қысқа арналған көкөністерден дайындалатын дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Салатымыз әр өңірлерде әрқалай аталады. Кей өңірлерде осенний деп жатады, ал кейбір жерлерде свежий салат деп атап жатады. Рецепті өте қарапайым. Бар болғаны қолыңызда қандай көкөністер бар, соны қосып жасай бересіз. Дәмі соған қарамастан өте дәмді болып шығады. Әсіресе тұра өзінің әрбір көкөнісіміз дәмін ашып, ерекше дәмді салат болып шығады. Әрі қолжетімді, әрі оңай. Бар болғаны барлық көкөністеріңізді араластырып, банкаға салып, сыртынан стерилизовать етіп, осындай дәмді салат жасай аласыздар. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Барлық көкөністерімізді жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Алдыменен қырыққабатымыздан бастаймыз. Қырыққабатымызды осылай ортасынан бөліп, ұзыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. Қырыққабатымызды дәл осылай ұзыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. Ал сәбізімізді үккіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Салатымызды жеген кезде қолайсыздық туғыздырмас үшін пышақпенен ұзын-ұзын сәбіздерімізді әр жерден 2-3 бөлікке бөліп тастаңыздар. Жуамызды тураймыз. Жуамыздың дәмі салатымызда сезіліп, әрі езіліп кетпеу керек. Сондықтан да өте қатты жіңішкелемей, осылай біркелкі етіп турап аламыз. Жуамызды турап алғаннан соң, қырыққабатпен сәбізіміздің үстінен салып, жарты ас қасық тұз салып, қолымызбен мышып, салмағымызды салмай араластырып қоямыз. Балдар бұрыштарымызды да ортасынан бөліп, дәннен тазалап, ұзыншалап тураймыз. Салатымызға ерекше дәм беру үшін жартылай ащы бұрышымыздан да 2-3 түйірін қосамыз. Осы дөңгөн бұрыштары салатымызға ерекше дәм береді, сондықтан да сіздер де 2-3 түйір қосуды ұмытпаңыздар.
Турап алған болгар бұрышымызды да салатымыздың үстіне салып, астын үстіне шығарып, араластырып қоямыз. Қиярымызды да дөңгелектеп, жұқалап турап аламыз. Салатымызға қосатын қызанақтарымызды барынша майда түрінен, еттілеу түрінен аламыз. Ортасынан бөліп, осылай бірнеше бөлікке бөліп тастаймыз. Sarımsақтарымызды жұқалап, өте қатты ұсақтамай турап аламыз. Көгіміз бен ақжеркенімізді де өте қатты ұсақтамай тураймыз. Салатымыздың барлық құрамын турап алдық. Енді салатымыздың үстіне 2 ас қасық ас тұзын саламыз. Түйір қара бұрышымызды саламыз. Егер де майда болса, 2 шай қасығын салыңыздар, ал ірі болса 10 шақты түйірін салыңыздар. Енді салатымыздың үстіне 100 мл зәйтүн майын құямыз. 80 мл-дей иісі сұйық майымыздан құямыз. Қант салуды ұмытып барады екенмін. 1 ас қасық толық қантымызды саламыз. 1 ас қасық толық 70% уксусымыздан құямыз. Қолымызға қолғабымызды киіп, салатымызды мыжымай, астын үстіне шығарып, араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң көкөністеріміздің өзінің бойынан су бөлінеді. Бұл салатымыздың дайын болғаны. Алдын ала жуып тазалап қойған банкілерімізге осылай салатымызды саламыз. Үстінен басыңқырап, нығыздаңқырап саламыз. Арасында осылай банкілерімізді сілкілеп аламыз. Алдын ала банкіні стерилдеудің қажеті жоқ. Бар болған жақсылап жуып алсаңыздар сол жеткілікті. Банкаларымызды салатымызбен толтырып алдық. Енді осы банкаларымыз сиятындай үлкендеу от салып, түбіне майлығымызды төсеп, иығына келетіндей етіп су құйып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін толық 20 минут қайнатамыз. Қақпақтарын бұрап жаппаймыз. Қайнап болғаннан кейін барып, станокпен бекітеміз. Жиырма минут толық қайнаған салатымызды шетінен алып, осылай қақпағын станокпен бекітіп, дұрыс жабылған жабылмаған тексеріп, төңкеріп, үстін жылы жауып, 2-3 күнге шейін әбден суығанша қойып қоямыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептімен дайындап алыңыздар. Қыстың күні ең дәмді салаттың бірі. Видео көңілдеріңізге шығып жатса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанында баса кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде баклажаннан қысқа арнап жасалынған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ел арасында баклажаны по-грузински, по-корейски деп жатады. Қай атауын дұрыстығын білмедім, бірақ қыстың күні ең дәмді салаттардың бірі.
Сондықтан да дәл осы рецептіменен құрамын көбейтіп, молырақ жауып алыңыздар. Салатымызды жасау үшін көкөністерден болгар бұрышын аламыз. Болгар бұрышының етілеу сортынан аламыз. Және баклажан, сарымсақ, кинза, ақжелкен аламыз. Алдын ала барлық көкөністерімізді жуып, құрғатып аламыз. Алдымен баклажандарымызды домалақтап турап аламыз. Жұқа қылмай, біркелкі етіп тураймыз. Қышқыл дәмін алу үшін үстінен ас тұзын салып, асын үстіне шығарып араластырып, суы шыққанға шейін қойып қоямыз. Бір бас сарымсағымызбенен бір тал ащы бұрышымызды да болгар бұрышымен бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Алдымен болгар бұрыштарымызды ортасынан бөліп, ішіндегі дәннен тазалап, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін біркелкі етіп турап аламыз. Осыдан кейін барлығын бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын бірге ет тартқыштан өткізіп алдық. Енді массамыздың үстіне біраз қасық ас тұзын саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. 4 ас қасық 9% сірке суынан құямыз. Бутылкасына мән бермеңіздер. Ақжелкен мен кинзамызды ұсақтап турап, массамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Тұзда тұрған баклажандарымызды ситаға салып сүзіп, қолымызбенен жақсылап сығып, сорғытып аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, баклажандарымыздың екі бетін бірдей қызартып, қуырып аламыз. Баклажандарымызды қуырып алдық. Дайындап қойған банкілеріміздің түбіне 3 немесе 4 түйірден баклажандарымызды бір қатар салып шығамыз. Банкілерімізді алдын ала стерилдеудің қажеті жоқ. Тек бар болғаны жақсылап жуып алсаңыздар жеткілікті. 3 немесе 4 түйір бір қатар салғаннан кейін үстіне массамыздан 2 не болмаса 3 ас қасықтан құйып шығамыз. Осылай банкіміз толғанға шейін қатарын реттестіріп қайталай береміз.
Банкаларымызды толтырып алдық. Банкаларымыз еркін сиятындай үлкенде от салып, түбіне мата төсеп, банкаларымызды осының ішіне орналастырып, қақпағын жауып, иығына шейін келетіндей жылы суымызды құйып, ыдысымызды отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін, қайнағаннан кейін 20 минут орта отта қайнатамыз. Салатымыз суда 20 минут толық қайнады. Енді банкаларымызды судан алып, қақпағын қаттырақ бекітіп, төңкеріп, әбден суығанға шейін, 2-3 күнге шейін үстін жылы жауып қоямыз. Салаттарымыз күннен күнге тұра қысқа шейін дәмі ашылып, одан сайын дәмдірек болады. Дәл осы рецептімен дайындап алыңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын рецептімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында баса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі менің видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Қыстың күні иісі бұрқыраған тәтті қауын жегілеріңіз келсе, онда менің арнамнан алыстамаңыздар. Бүгін осы арнамда өзімнің жылда қысқа арнап қауын сақтайтын тәсілмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қасындағы қоңырау шанында басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен сиропымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстіне 100 мл шамасында суымызды құямыз. Толық біраз қасық таза табиғи балымызды саламыз. Қантпенен балымызды қасықпенен араластырып аламыз. Осыдан кейін отқа қоямыз. Өте баяу отта араластырып тұрып, сироп дайындап аламыз. Сиропымызды қайнатпаймыз, тек қана бал менен қантымыздың әбден толық ерігенін қадағалаймыз. Сиропымызды дайындап алдық. Енді сиропымыз суығанға шейін қауындарымызды дайындаймыз. Қауынымыздың сыртын жуып, құрғатып сүртіп алдық. Сақтайтын қауынымызды осындай еті тығыз, қатты сортынан аламыз. Ортасындағы дәнін алып тастаймыз. Тек қана таза етін ғана кесіп аламыз. Мен 2 түрінен дайындаймын. Біреуі менің қолымдағы бөлекше сорты, екіншісі әміре қауын. Осындай әміре қауыннан 2 түрінен дайындаймын. Қауындарымызды осылай тіліктеп кесіп алып, қабығынан сылып алып аламыз. Қауындарымызды пластик ыдыста сақтаймыз. Ыдыстарымыздың ішінде қауындарымыз еркін тұру керек. Сол үшін барынша сол ыдысымыздың көлеміне қарата қауындарымызды турап аламыз. Барынша майдаламаймыз, шұқаламаймыз. Мұздатқышқа түскеннен кейін кішкене көлемін жоғалтады. Сондықтан майдаламауға тырысамыз. Дәл осылай етіп қауындарымызды ыдысымызға салып аламыз. Өте қатты нығыздамаймыз. Енді суып тұрған сироптарымызды үстінен жайлап құйып шығамыз. Арасына сіңетіндей етіп, осылай жаймендеп біркелкі етіп құйып шығамыз.
Сиропымыз қауынымызға жақсы сіңу үшін қақпағын жауып 10 минутқа бөлме температурасында қалдыра тұрамыз. 10 минуттан соң мұздатқыш камерасына орналастырамыз. Мінекей, қыстың күні иісі бұрқыраған таза табиғи гемоглобин көтеретін десертіміз дайын болды. Қайнаған су құйсаңыз компот болады. Фруктовый салат жасайсыз. Сонымен бірге пирог пісірсеңіз пропитка есебінде пайдаланасыз. Дүкен сөресінен сатып алмайтын табиғи десертті үйде жасаңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қысқа арналған банкідегі көз шырынында консервіленген қызанақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі оңай, әрі қолжетімді рецепті. Қыстың күні кез келген тамақтарыңызбен үйлесетін, шырынын жеке өзіңіз шырын ретінде ұсыналатын, дәмі де сондай ерекше қызанақтардың жасалу жолы сізді қызықтырса, видео рецептін соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңадан шығатын рецептімді жіберіп алмас үшін тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанында ұмытпай баса кетіңіз. Қызанақтарымызды алдымен жақсылап жуып тазалап аламыз. Банкімізге сыйымды болу үшін барынша шағын еттілеу сортынан аламыз. Мына жерде үлкенде қызанақтар бар, оларды шырын жасауға жібереміз де, ал одан кішірек шағындарын банкамызға салуға алып қаламыз. Қызанақтарымыздың үлкенін ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін осылай пышақпенен бірнеше бөлшекке бөліп аламыз. Шырын жасайтын қызанағымыздың бір бөлігін осылай ет тартқыштан өткізуге дайындап алдық. Енді қызанақтарымыздың банкіге салатын бөлігін қабығы жақсы алыну үшін осылай пышақпенен кертіп, үлкенде ыдысқа салып, үстінен қайнаған су құйып, 20 минуттай қойып қоямыз. Енді дайындап қойған қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп, отқа қойып 10 минуттай қайнатып аламыз. Қайнатып алған қызанағымызды ситадан осылай өткізіп, шырынын бөліп аламыз. Қызанағымыздың шырын қабығынан, дәнінен тазалап осылай айырып алдық. Енді үстіне 3 ас қасық ас тұзын саламыз. 4 ас қасық қант саламыз. Түйір қара бұрыштан 7-8 түйірін, душистой пересімізден 5-6 түйірін салып, араластырып, отқа қоямыз. Орта отта шырынымызды 15 минуттай қайнатып аламыз. Шырынымыз отта қайнап жатыр. Енді осы уақыт аралығында қабығынан аршып, дайындап қойған қызанақтарымызды банкілерімізге салып шығамыз. Банкімізді өте қатты нығыздамай, өте қатты толтырмай, ішінде қызанақтарымыз еркін жүретіндей етіп салып аламыз. Банкінің де алдын ала стерилдеудің қажеті жоқ. Тек бар болғаны банкіміз таза болса болды. Шырынымызды қайнатып алдық. Енді шырынымызға ерекше қышқыл дәм беру үшін 9% уксусымыздан 4 ас қасығын құйып, араластырып, банкілерімізді толтырып шығамыз. Банкаларымызды шырынымызбен толтырып алдық. Енді қақпағын бекітпейміз, осылай ғана жай ғана жауып қоямыз. Үлкендеу ыдыс алып, банкаларымыз еркін сиятындай түбіне майлық төсеп, банкаларымызды орналастырып, жылы суды белінен жоғарыға шейін құйып, отқа қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін толық 20 минут қайнатып аламыз. 20 минут толық стерилдеп қайнаған банкілерімізді шетінен алып, станокпен бекітіп,
аузын дұрыс жабылған жабылмаған осылай аунатып тексеріп алып, төңкеріп, үстін жылы жауып, 2-3 күнге әбден суығанға шейін қойып қоямыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Егер видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанында ұмытпай баса кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман, саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қызанақтан дайындалатын өте дәмді томат тұздығының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Етпен де балықпен де керемет үйлесетін өте дәмді тұздық шықты. Сонымен бірге сорпа тамақтарыңызға да құйып жіберсеңіздер, сорпаңыздың дәмін ерекше ететін тұздық. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым ғана қолжетімді рецепті. 1-2 банкасын дайындап алсаңыздар, ұнап жатса, қысқа да көбірек дайындап аласыздар. Ендеше менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сонымен бірге осы арнамда басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанында ұмытпай баса отырыңыздар. Тұздығымызды жасау үшін барынша қызарып піскен қызанақтардан таңдаймыз. Қабығы тез ашылу үшін осылай пышақпен 2 жерден кесіп, ыдысымызға салып, үстінен су құйып, отқа қоямыз. 4-5 минут қайнатып аламыз. Ыстық суда бір қайнаған қызанақтарымыз қабығынан оңай ажыратылады. Барлығын осылай қабығынан ажыратып тазалап аламыз. Қызанақтарымызды қабығынан тазалап алдық. Енді блендермен езіп аламыз. Дайын болған қызанағымыздың үстіне бір бас сарымсағымызды саламыз. Қызыл ащы бұрышымызды бүтін күйінде саламыз. Құрғақ дәмдеуіштерден біраз қасық тәтті паприка, 1 шай қасық базилик, 1 шай қасық кориандр және 10 шақты түйір қара бұрыш саламыз. Біраз қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Барлығын араластырып отқа қоямыз. Қайнау барысында тұздығымыздың тұз дәмін көруді ұмытпаймыз. Тұзы кем болса тұз саламыз. Жарты сағат қайнаған тұздығымызды енді ситырдан өткізіп аламыз. Тұздығымызды қызанағымыздың таза етінен дайындаймыз. Сондықтан осылай дәнінен сита арқылы өткізіп тазартып аламыз. Қызанағымызды ситадан өткізіп алдық. Мына жерде таза қызанағымыздың етінен шыққан шырыны осындай көлемде дәнінен тазалап айырып алдық. Енді шырынымызды отқа қоямыз. Тұздығымызды орта отта 20 минут қайнатамыз. Бетінен шыққан көбігін алып тастаймыз. Егер де қою болғанын қаласаңыз, тұздығыңыздың жарты сағатқа жуық қайнатыңыз. Тұзын көруді ұмытпаймыз. Тұздығымыз дайын болды. Алдын ала стерилденген таза банкілерімізге құйып аламыз. Қақпақтармен бекітіп, үстіне жылы жауып, толық суығанша құйып қоямыз. Тұздығымыздың толық құрамын жазба бөлімінде жазып кететін боламын. Дәл осы рецептімен дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Лайктарыңыз үшін де көп рахмет. Менің осы арнамда
Кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен қысқа сақтайтын сироптағы алхорның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте қарапайым оңай рецепті. Қарапайымдылығы сондай, әдеттегідей. Қайнату барысында ыдысымыздың түбіне жабысып күйіп қалады деп уайымдамайсыз. Бар болғаны осы банканың ішінде дайын болатын керемет рецепті. Сонымен бірге әрі тосап, әрі қыстың күні үстіне қайнаған су құйып, балаларыңызға соқ ретінде де бере бересіз. Ендеше осы рецептіні соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қазақ тілді контентті қолдап, қасында қоңырау шанында басып тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алхорымызды таңдағанда өте қатты езіліп піспеген қаттылау түрінен таңдаймыз. Жақсылап бірнеше мәрте жуып алғаннан кейін пышақпенен ортасынан екіге бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Дәл осылай пышақпенен екіге бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Менде мына жерде 2 кг алхоры. Алхорымызды дайындап алдық. Енді сиропымызды қайнатамыз. Рецептіміздің қарапайымдылығы сондай. Сонымен бірге қалтамызға да тиімді. Әдеттегідей келісіне келіс алмаймыз қантты. 2 кг алхорға 600 грамм қант салдым. Үстіне 300 мл жуық су құйып, қанты әбден ергенше араластырып, сироп қайнатып аламыз. Банкілерімізді алдын ала стерилдеуді қажет етпейді. Бар болғаны банкілерімізді жақсылап жуып алсаңыздар болды. Енді осы банкілерімізді алхорымызбенен толтырып аламыз. Банкілерімізге алхорларымызды толтырып алдық. Енді қайнап дайын тұрған сиропымыздан барлығына бірдей етіп құйып шығамыз. Банкаларыңыздың да қақпақтарын алдын ала жақсылап жуып, қайнап тұрған суда 2-3 минутқа салып қоюды ұмытпаңыздар. Қақпақтарымызды өте қатты бұрап жауып тастамаймыз. Банкаларымыз еркін сиятындай етіп, осындай үлкендеу ыдыс алып, қайнаған кезде біріне бірі тиіп сынып қалмас үшін астына осындай майлық төсеп, иығына шейін келтіріп жылы су құйып, отқа қоямыз. Уақытымызды белгілейміз. Қайнағаннан кейін 20 минут толық орта отта қайнатамыз. 20 минут қайнаған алхорларымыз дайын болды. Енді банкілерімізді біртіндеп шетінен алып, қақпағын қайтадан бұрап, мықтап бекітеміз. Бекітіп алғаннан кейін айналдырып, тексеруді де ұмытпаймыз. Мінекей сироптағы алхорымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей өте қарапайым оңай рецепті. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Банкін төңкеріп те қажеті жоқ. Бар болғаны осылай үстіне жылы жауып қойсаңыздар болды. Видеоны соңына дейін көргендер үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болыңыздар.